Балалар, қазір сабағымызда дыбыс пен әріп туралы мәлімет аламыз. Адам дыбыс шығару үшін өкпе, көмей, дауыс шымылдығы, таңдай, мұрын қуысы, тіс, ерін, тіл қызмет атқарады. Дыбыстың жасалуына оның ырғағы, күші, әуені әсер етеді. Адамның құлағы 1 секунд ішінде 16-дан 20 мыңға дейін дірілдің нәтижесінде пайда болған дыбысты қабылдап естиді. Айтылған дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп оқу үшін оларды графикалық таңбалармен белгілейді. Сондықтан оларды әріптер деп атайды. Бірінен кейін бірі рет-ретімен орналасқан әріптердің жиынтығы алфавит деп аталады. Дыбысты естиміз және айтамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Жуан дауысты дыбыстар А, О, О, Ы. Жіңішке дауысты дыбыстар Ә, Ө, Ү, Е. Дауысты жуан А дыбысынан дауысты жіңішке Ә дыбысына өзгеруінен сөздің мағынасы да өзгереді. Мысалы, ал бір затты алу деген мағынаны білдірсе, әл күш қуат адам бойындағы қайратты білдіреді. Сол сияқты үн, от, өт, тыс, тіс сөздерінде дауысты дыбыстың жуан, жіңішкелігіне қарай сөздердің де мағынасы өзгереді. Ендеше балалар, ынтымақ күні өлеңін тыңдай отырып, ондағы дыбыс ырғақтарына зер саламыз. Жалауымда нұрлы күн, нұрын шашып тұр бүгін, паш етеді ол халқымның ынтымағын бірлігін. Ортақ дәстүр құрытпай, ынтымағын суытпай, шаңырағын көтерген 100 түрлі ұлт 100 уықтай. Шыңға тартса салып жол, қиналмайды талып бел, 100 иыққа сүйенген Қазақстан алып ел, Өтепберген Ақыпбекұлы. Балалар, өлеңді мұқият тыңдадыңыздар ма? Өлең мазмұны сізге ұнады ма? Ал ендеше сұрақтарға жауап беріп көрейік. Өлең мазмұны қай мерекеге сәйкес келеді? Дұрыс айтасыздар балалар, 1 мамыр мерекесіне арналған екен. Ол мереке қалай аталады? Дұрыс, ынтымақ күні. Ал өлең неліктен ынтымақ күні деп аталған деп ойлайсыздар? Дұрыс, өйткені біздің елімізде көптеген ұлттардың өкілдері тұрады. Олардың бір-бірімен ынтымағы жарасқан. Сондықтан бұл өлең ынтымақ күні деп аталған екен. Бірінші тапсырма. Ынтымақ күні өлеңіндегі қарамен жазылған сөздерді дәптерге жазып, түбірін тап. Дескриптор қарамен жазылған сөздердің түбірін табады. Екінші тапсырма. Суреттегі тор көзге Ф әріпі бар сөздерді тауып жаз. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Дескриптор Ф әрпінен басталған сөздерді тауып жазады, сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрайды.
Ал балалар, енді жұбыңды тап ойынын ойнайық. Күн, береке, әдет сөздерінің жұбын табыңыздар. Дескриптор сөздердің жұбын тауып жазады.